Тамақтану процесіне саналы түрде қарап, одан ләззат алуды үйренсеңіз, аз да болса құнарлы тамақтануды әдетке айналдырасыз. Дұрыс тамақтану үрдісін қалыптастыру туралы ойлаңыз. Дұрыс тамақтануға саналы түрде қарау керек. Тамақтануға арналған азық-түлікті мұқият таңдаңыз және құрамына мән беруді ұмытпаңыз. Зиян өнімнің орнын басқа пайдалы тағамға ауыстырыңыз. Мұның барлығы тамақтану мәдениетін қалыптастыруға көмектеседі. Қандай азық сізге шынымен пайдалы екенін, қандайдан бас тарту керектігін түсіне бастайсыз. Тамақты асықпай жеңіз, себебі тамақтанғаннан кейін асқазанда ауыртпалық сезімі пайда болуы мүмкін. Жалғыз тамақтанбаңыз, отбасыңызбен бірге тамақтануға тырысыңыз. Себебі психологтар адам біреумен сөйлесіп отырып тамақтанса, тамақты асықпай жейді дейді. Әсіресе таңғы асқа құнарлы тамақ жеңіз. Ақуызы көп тамақ жеңіз, өйткені ол адамды көп тамақтанудан сақтайды. Ұзақ уақыт тоқ сезініп жүресіз. Экран алдында тамақтанбаңыз, себебі басқа нәрсеге алаңдап отырып көп тамақ жеп қоясыз.